Қыс мезгілінде су объектілерінде қауіпсіздік ережелерін сақтамау адамдардың жарақаттануына және қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін. Құрметті ата-аналар, балалардың су айдындарына өз бетінше баруына жол бермеңіздер. Оларға жұқа мұзға шығудың қауіпті екенін түсіндіріңіздер. Қардың қалың қабатымен жабылған мұз әсіресе қауіпті. Себебі мұндай жерлерде мұз әлде қайда жұқа болады. Қыс мезгілінде су айдындарында келесі қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Мұздың жұқа және жетілмеген жерлеріне шықпаңыз. Мұздағы шұңқырларға, жарықтарға және ойықтарға жақындамаңыз. Балалардың ересектердің қарауынсыз мұз үстіне жүруіне жол бермеңіз. Мұздың беріктігін аяқпен теуіп немесе секіру арқылы тексермеңіз. Көлік құралдарына арналған өткелдерден тыс жерлерде мұзға шықпаңыз. Аталған талаптарды бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 412 бабына сәйкес жеке тұлғаларға 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік жауапкершілік көзделген.